Астана мемлекеттік саяси, әкімшілік, экономикалық, мәдени орталығы, елдікті, ұлттық бірлікті білдіретін бас қала. Елорданың 1,5 миллионға жуық тұрғыны бар, аумағы 80 мың гектар жерді құрайды. Жылдан жылға күн сайын біздің елордамыздың әрбір тұрғыны өзінің қауіпсіз екенін білу үшін, қиын жағдайда жалғыз қалмайтынына сенімді болу үшін олар қызметке шығады. Олар әрқашан қауіпсіздік күзетінде. Құтқарушылар. Аптасына 7 күн, тәулігіне 24 сағат ең алғаш болып көмекке келетін Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері. Сақадай сай дайын тұратын мамандар. Жыл сайын елордалық гарнизон бөлімшелері орта есеппен 4000-нан астам түрлі төтенше жағдайларға шығады. 600-ден астам өрт пен өрт ошақтарын жояды. 1000-нан астам адамның өмірін құтқарады және эвакуациялайды. Тәулігіне 101 және 112 қызметіне 1000-нан астам қоңыраулар түседі. Қазіргі уақытта елорданың өртке қарсы қауіпсіздігін 18 өрт сөндіру бөлімшелері жүзеге асырады. Бүгінгі күні Астананың қауіпсіздік қызметінде 2000-нан астам қызметкер еңбек етуде. Мұндағы әрбір бөлімше қызметінің ерекшелігіне байланысты өзіндік қиындықтары бар. Елордалық төтенше жағдайлар департаменті жарағында 192 бірлік техника бар. Департамент сондай-ақ мемлекеттік өрт бақылауын жүзеге асырады. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады. Су тасқыны бөгеттердің жарылуы, командалық штабтық жаттығулар өткізу бойынша қауіпті учаскелердің, аймақтар мен ошақтардың мониторингін жүзеге асыруға қатысады. Психолог мамандары төтенше жағдай аймағында болған адамдарға және психологиялық көмек көрсету және оңалтумен айналысады. Медицина қызметкерлерінің жұмысы әрқашан ең асыл, сұранысқа ие және ең жауапты болған және болып қала береді. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері 2014 жылдан бастап өрт құтқару спорты бойынша әлем және Қазақстан чемпионаттарына қатысады. Бірнеше рет Қазақстан чемпиондары атанып, әлем чемпионатына қатысады. Біздің өрт сөндіру құтқару спортының үздіктері республикада көш бастап тұр. Бүгінгі күні елордалық гарнизон 300-ден астам ардақты ардагерлері бар. Өз өмірінің басым бөлігін азаматтық қорғау органдарын дамытуға арнаған ардагерлердің жас мамандарды тәрбиелеуде алатын орны аса маңызды. Қысқа уақыт ішінде біз қызыл жалынмен күресудің алдыңғы қапталында өз міндеттерін атқарған қызметкерлерден айырылдық. Олар жоғары кәсіби парыз сезімін, жанқиярлық пен батылдықты көрсетті. Олар батылдық пен табандылық таныту арқылы адамдардың өмірін сақтап қалды. Біз олардың есімдері мен ерліктерін есімізде мәңгі сақтаймыз. Осындай батырлардың бірі 2022 жылдың қараша айында қызметтік борышын өтеу кезіндегі елордалық өрт сөндіруші Асқар Забекулин қаза тапты. Асқардың батыл әрекеттерінің арқасында 3 адамның өмірі сақталды. Олардың әрқайсысының мейірімді, жарқын бейнесі мәңгілікке естелік біздің жүрегімізде қалады. Қызметтік борышқа адалдық, мамандыққа деген сүйіспеншілік, мінездің беріктігі мен жауаптылығы құтқару саласының қызметкерлеріне өздерінің қиын жұмыстарын лайықты орындауға мүмкіндік береді. Нағыз өрт сөндіруші шаршаудың не екенін білмейді. Ол мүмкін емес деп те айтпайды. Қорқынышта да оны тоқтата алмайды. Өрт сөндірушілер үшін төтенше жағдай бұл әдетте жұмыс уақыты, штаттық жағдай. Күн мен түннің кез келген уақытында, боран мен аязда, жаңбыр мен ыстықта, кез келген күйде және көңіл күйде ол отқа да, суға да баруға дайын. Құтқару және дер кезінде көмекке келу. Мұндай мақсат күн сайын Қазақстан өрт сөндірушілерінің алдында тұр.